саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің достық подкастымыз келесі саны бастайды. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазіргі заманымыздың талабына сай ысырапшылдық, сауатсыздықтан деп аталынады. Енді бүгінгі хабарымызға қатысушылар Ақмырза Отарқайыров ағамыз және Бақшыбек Жұбандықұлы ағамыз. Қош келдіңіздер. Енді қазіргі таңда ысырапшылдықтың неден екенін білесіздер. Қазіргі енді мына тамақты ысырап қылу, киімді ысырап қылу, тіпті мына қоғамда кейбір мүліктерді ысырап қылу, осының барлығы енді ысырапшылдыққа келіп соғады ғой енді. Ал осы жөнінде алғашқы сөз кезегін Ақмырзаға сіз өзіңізден бастасақ. Ысырапшылдық деген бұл біріншіден мәдениетсіздік деп түсінемін. Біздің ауылдың қарттары, аналарымыз бізде тәрбиелегенде жерге бір тамшы ақ тамып кетсе, Алла тағаланың басы шаншып кетеді екен деп үйретеді. Біз содан қорқып, жерге не қиғым түсірмей, не болмаса ақ тамызбай сөйтіп өстік. Наным. Енді оны кім білген Алла тағаланың қайда екенін? Ал енді Құранда да айтқан екен дейді, ең мәдениетсіздік бұл ысырапшылдық деген екен. Соған сақ болу керек. Енді Абай атамыз айтады ғой, 5 нәрсеге ғашық бол, 5 нәрседен қашық бол дейді. Қашық бол дейтіні ол енді жаңағы еңбек ету, мәдениеттілік. Енді қашық бол дегені өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, босқа мал шашпақ деген мына осындай 5 жаман нәрсе бар екен. Осыдан. Енді ысырапшылдық осыдан шығады. Мысалы, бір кездерде болды. Әуел біздің дәуірімізде біз тамаққа жармай, кәдімгі қыршай кедей болып өстік. Бізде ысырапшылдыққа ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Енді одан кейін елдің жағдайы көтерілгеннен кейін біз тасып кеттік. Қазақта мақал бар ғой, тассаң төгілерсің, ішсең басыларсың деген. Міне сол тасып төгіл, тіпті ысырапшылдық қалай болды? Бір кісі үйде қара жамылып бір кісі қайтса, сол үйде тіпті арақ ішіп картоп жейтін жағдайға жетті. Аста төк болды. Тіпті обал. Анау қалған тамақты адал тағам ғой. Мысалы, Әйтеке би айтады ғой, адал деп татқаның өз еңбегімен тапқаның дейді. Өзің еңбегімен тапқаның. Соны қазан-қазанымен, кастрөл-кастрөлмен далаға төгіп отырған кез болды. Көрдіңіз бе? Ал енді мен жақында молдалардың жиналысында болдым. Төкен Танайұлының бір кішкентай несі бар екен, ғимараты. Соның ішінде, молдалардың ішінде болдым, 30 шақты молдалар болды, білімді адамдар, азаматтар болды. Сонда осы ысырапшылдық жөнінде үлкен әңгіме болды. Біріншіден, ысырапшылдыққа жол бермеу керек. Мысалы, Мәшһүр Жүсіп айтады, төсекте жалаңаш шешініп жату деген кедейліктің басы дейді. Осы айтқан екен. Төсекте жалаңаш танып жату, ол кедейліктің басы дейді. Ал ысырапшылдыққа жол беру, ысырапшылдық аста төк болу деген, бұл болашақ жарлыққа бастаудың басы деп ойлаймын. Мысалы, сонда сол молдалар айтты, дастарханның басында адал тағамын, қант пен шай, бауырсақ, нан, май, міне осы тағамда жүзім болса жарайды. Енді анау өзі қара жамылып, шығынданып атқан үйге барынша оның байлығын шашпай, оған көмектесіп, сол үйде 7 күн бойына сен үйіңе шақырып, көрші көлем, үйіңе шақырып, үйіңе шай берсең, қандай сауап болады дейді. Көрдіңіз бе? Мыңдаған сауап қаласың дейді. Ал енді бізде қазір енді соны мен өз басым көріп атқан шаңырақтар бар. Ол жоқтықтан жасап атқан жоқ. Мәдениеттіліктен өткенде болдым жақында бір үйде. Енді өткенде молдалар айтты, телевизордан айтты, біз енді тәртіпке бағынайық, ақыл сөзді тыңдайық деп, сондықтан мінекей жүзімменен, жаңағы кашыменен, сосын нанымен, майменен, міне осының өзі жарайды. Оны сол тағамын көрдік. Дастарханда болдық, рахметіміз айтып, сөйтіп тұрып кеттік. Енді осыны халық болып қолдай кетсек деймін. Ысырапшылдық дейтін бұл неге апарады?
мемлекетте мысалы қазір ысырапшылдық телевизордан қарап отырамын, қанша мемлекетте шашпа бар. Мысалы өткен жылы телевизордан көріп қалдым, мынау дрон деген аппарат арқылы 18 жерде Қазақстанның ешқандай заңсыз, дымсыз алтын өндіріп атқан пермі табылған. Алтын өндіріп атқан 18 жерден. Соны Тоқаев айтты, тез арада ұстаңдар, жабыңдар. Дежурный болып жүрген біздің қазақтың белді азаматтар, тіпті полковник званиясы бар милицияда, соның басында дежурный болып жүрген. Міне біздің надандығымыз қайдап бардыр. Осындай ысыраптың кесірінен біздің мемлекет байымы, біз өкпелейміз, мемлекетіміз, мына Өзбекстан байып жатыр, өсіп жатыр, ал біздегі кенже қаламыз деп өздеріңіз сияқты журналистер қақсап айтып жатыр. Біз қалай байымыз жаңағыдай, әркім талан-таражға салып жатса. Міне осы ысырапшылық дегеннің бір үйдегі болған ысырапшылдық, ол өсіп облыстан республикаға апарып, ақырысында мемлекетіміздің кедейлікке апарады дейтін осы. Міне Абайдың айтқан сөзі жаңағыдай босқа мал шашу деген. Осы бойынша осы жаңағы сауатсыз деп айтамыз, сауатсыз халықтан болып жатыр деп айтып. Жаңа сіз жалпы қоғамның жаңағы жақсы бір көзқарасыңызды білдірдіңіз. Енді Бақтыбек аға, сіз өзіңіз енді әрі ұстазсыз, ардагерсіз, сондықтан мына жаңағы осының өзін осы сауатсыздық деп есептейсіз бе? Әрине, мен мынау Ақмырза ағайдың пікіріне толықтай қосылып, соны жалғастырғым келеді. Жалпы ұлылардың, мысалы Эйнштейннің бір сөзі бар. Мынандай деген: біз табысқа жеттік, біз керім бір жетістіктерге қол жеткіздік деуіміз дұрыс емес. Жер бетінде бақытсыз балдар бар кезде дейді. Бақытсыз балдар бар кезде біз олай айтуымыз тіпті ешқандай неге сыймайды шеңберге дейді. Ал бір терең ойласақ бұл мәселені. Ақас айтып тұрған, шындығында да бұл ұятсыздық, бұл имансыздық. Имансыздық. Шын мәнінде де Абай айтады ғой, мүмин болсаң дейді, мұсылман болсаң, алдымен иманды бол дейді. Пендесіне иман өзі ашады жол дейді. Бұл неден туып отыр бұның бәрі? Біздің қазақтың, енді өзіміздің, бәріміздің, соның ішінде ысырапшылдықтың ішінде өзімізде жүрміз ғой. Біздің генімізде бар нәрсе. Мысалы үшін мақтаншақтық, мана Абай айтады, өзіңіз білесіз. Көрдіңіз бе? Жаңағы бәсекелестіктің нәрсесінде, бәсекелестіктің, жаңағы қызғанушылықтың, көре алмаушылықтың әсерінен біреуінен біреу асып түсем дейді. Өзіңде барымен көзге ұрып дейді, артылам деме өзгеден дейді. Абай айтады. Білдіңіз бе? Артылам деме өзгеден. Көріп тұрсыз ба? Олардың ертең күлкісіне қаласың дейді. Білдіңіз бе? Сондықтан да бұл мәселеде бұл неге тіреледі? Жаңа мәдениетсіз деген сияқты санаға, зердеге келіп тіреледі. Білдіңіз бе? Пайдасы жоқ жандарға сәлемігем дейді. Сәлемдесудің өзі қазір, білдіңіз бе? Көңіл керең, көз жарғақ, әдемі рең дейді. Биіктік пен тереңді өлшер дәйім өз басының бықсыған әлеммен дейді. Өзі қалай ойлайды? Тайыз ойлап тұр ғой, көріп тұрсыз ба? Мен анау жасады, мен неге жасамаймын? Кредит алсам да мен жасауым керек. Сондайдан жасау, одан кем болмау, артық кетуім керек деген мәселеге әкеліп соқтырып. Шындығында бізде проблема қазір әрине жалпы экономикамызда өсім бар, бірақ халықтың әлеуметтік жағдайында жаңа айтылған тұрмыс тіршілігінде күнделікті қиыншылық қанша. Мысалы ауылдық жерлерде жағдайлар осы күндерде көп мысалдар келтіруге болады, біз енді халықтың ішінде жүреміз. Сондықтан бұл жөнінде аз айтылып та жатқан жоқ, аз айтылып жатқан жоқ. Бізде мысалы бағыт берді, бағдар берді, мына орталық мешіттен орталық, діни орталық ведомстволарынан қандай табақтарды қою керек, соның несін берді, тізімін берді.
енді бір жерде сақтайды, бірақ көп жерде сақталмайды. Себебі енді бір әдет алған нәрсе ғой, соған бара алмайды, жаңа қиналып жатқан. Енді оның үстінде сен де ештеңе айта алмайсың ғой. Жаңағыдай ауыр қазаның үстінде, не болмаса бір үлкен той томалақта біз асып төгіліп жатқан. Сондықтан бұған көп болып, шынын айтқанда, мына қазір біздерде жаңа құрылтайда да айтты ғой, мына 3-ші құрылтайда өткенде біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы бұрыннан да айтып келе жатыр, адал адамды тәрбиелеу, толық адамды тәрбиелеу. Білдіңіз бе? Толық адам тәрбиелеу. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей сақта. Сонда толық боласың, елден бөлек дейді. Ендеше бұның бәрі саналылыққа, зерделілікке, ар жағы жүрекке келіп соғады. Біз көбінде енді ми жақсы ғой, ақыл жақсы ғой, бірақ жүрекпен ойлаған кішкене көбірек тиімді болады. Ақыл баскеспеде де бар, бәрінде де ақыл бар. Жүрек кезген адамда жүректен шыға бермейді. Кейде жаңағыда айтқан, мынау әлгі сырлау, бояу, ашық айтпау, жалпы өмірде ашық жүрекпен күлімсіреп жүргенге не жетсін. Дұрыс айтасыз, оныңыз дұрыс. Естеріңізде болар, жаңағы әжелеріміз айтатын еді ғой, сіздер енді білесіздер ғой, жаңағы сарпуз дүние деп. Сонда мен айтатын едік, сарпуз дүние деген не деп сұрағанымызда, міне ысырап, мынау төгу, шашу, осының бәрі сарпуз дүние. Қарақтарым-ау, сарпуз дүние қылмасаңдаршы. Бұның да бір киесі бар ғой деп айтатын еді. Сол жаңағы кие демекші, осы мына ысырапшылдықтың өзі, жаңа сауатсыздық туралы айтсақ, енді осының өзі бір киелілікке келмейді ме? Әрине келеді. Әрине келеді. Мына Сырым Батыр ат жалын жаңа тартып мінген жап-жас жігіт қой. Келіп Малайсары биден, нағашысы ғой. Малайсары биден келіп баталан деп келген ғой. Малайсары би сол кезде 90-дарға келіп қалған екен. Атақты би кезінде. Малайсары құдығы бар, Қаройда. Сонда келгенде баталайын деп келдім деп. Сол кім боласың деп, 90-дағы қарт қой. Осындай деп айтқаннан кейін, даттың бір баласы ат жалын тартып мінді деп еді, сен екен ғой сол. Саған не деп бата берем? Сен сөздің қадірін білетін тұқымсың. Оны бағалайтын текті адамның ұрпағысың. Мен саған беретін батам 3 сөз деп айтты дейді. 3 сөз. Ұят, обал, парыз. Осы ұятты білсең, обалды білсең, парызды білсең, артынан қалмас, көпшілік саған ереді, ел жұрт ереді депті. Егер осы ұятты, обалды, парызды білмесең, артыңа жан жуымас деген екен. Сондықтан бұл ұғымдарды біз кейде бір екінші кезекке итеріп тастаймыз кейде. Шындығында бұны алға шығаруымыз керек. Кейде мен пысықпын деп, мен бәрін айта аламын, мен бетке айта аламын деп, мысалы, ұятсыздыққа барып қаламыз. Шындығында адамның көңіліне қарай сөйлеу. Шиеленіскен мәселелерді даурықпай-ақ еппен, жібектей, басқа жақсылықпен, жайлылықпен шешуге де әдістерін меңгерсек артық болмайды. Сондықтан енді бұл мәселе өте бір нәзік мәселе, ысырапшылдық. Бұл сауатсыздыққа да келеді, мәдениетсіздікке де келеді, ұятсыздыққа да келеді, имансыздыққа да келеді. Жаңағы айтылған. Сондықтан бұған көп болып көтерілуіміз керек тек қана. Ақмырза да сіз не ойлайсыз? Қалай жасауымыз керек біз? Осы мына жаңағы осы ысырапшылдықты тек қана сауатсыздық қой, ол жаңағы солай ғой, ол қоғам ғой деп отыра береміз бе? Әлде оған бір белгілі бір күш, я болмаса бір тұжырымдама керек пе? Әлде бір қойылатын бір үндеу керек па? Бір осы жөнінде сіз өзіңіз. Өте дұрыс айтасыңыз. Біздің қазақ халқы кешегі совет үкіметінде енді 100 жылға жақын уақыт тек қана бұйрықпенен, тумақпенен өмір сүріп, соған жоғары жақтан бір бұйрық келеді, сол бұйрықты орындауымыз керек деп өмір сүріп қалған. Сондықтан қазір бұл қапелімде содан молдалардың ішінде болғанда да мен айттым, бұл қапелімде іске аса қоймайды. Бұған жоғары жақтан бір қатаңдау тәртіп үндеу керек. Сондықтан бізге қатаңдау түрде тәртіп беріңіздер. Заңменен байланысты деп беріңіз. Сонда біз орындаймыз деген. Заңдастырылу керек. Бұл мәселе біз ысырапшылық деген уақытта біз бірден жаңа ойымызға келетіні,
кәде, садақа, той домалақ ол дұрыс мәселе, бірақ бұл одан гөрі кеңірек, тереңірек алу керек. Үйдегі жай күнделікті үйдегі жағдайды, дастархан басындағы, үйдегі жаңағы шығындарды. Қазіргі біздің немерелеріміз, мысалы үшін, өте ысырапшыл. Қандай жас бала ысырапшыл. Жаңағы колледжде оқиды, институтта оқиды. Ата-аналар көре отырып, айтып бағыт бере отырып, іштей қатты қынжылады. Олар сонда енді оларды көрген жоқ, білген жоқ, жас балдар жаңағы айталық тіпті жай нәрселе. Солайымен жаңағы тағамды, ішінде нан да бар, бәрі де бар. Бірден апарып мусорға лақтыру, мысалы үшін. Оның бір реттерін тауып бір малға ем болмаса, не бір әлде де пайдаланатын жерлерін ойлау. Енді о баланың кінәсі де жоқ былай айтқанда. Бірақ сондықтан бұны сол мектептен, мынау балабақшасынан, оқу орындарынан, солардан бұлардың бойына сіңіре білуіміз керек. Жаңа сіз өте жақсы бастадыңыз сөзді. Біздің әжелеріміз айтып отырады. Ал сол әжелеріміз, қазіргі әжелер оны айтпайды ғой, мысалы үшін. Айтпайды, ойына да алмайды, тіпті жасыратын жоқ. Кейде сол әже деп отқанымыз жас келіншектер ғой кейде. Тіпті соған сол балдардың сол қылықтарын құптап отырады, қошеметтеп отырады. Білдіңіз бе? Бәрін тазартып жоқ қылып етіп. Үнемдеу деген бұл өте керек нәрсе. Ысырапшылдық деген сен шығын шығарма, сен сараң бол. Кейде дәулеттің өзі адамның соры дейді ғой. Олай емес. Сен шығыныңды жаса бәрінде. Бірақ үнемдеп, білдіңіз бе, тиісті өзінің бір мөлшері бар ғой. Сонша енді кейде мен осындайларға көп тап боламын. Әрине оны кезген жерде ете алмайсың ғой. Ішімнен бірақ қатты қиналамын. Есіме жаңа сіз айтқандай ата-бабалардың сөзі, қылықтары бәрі түседі. Ретігерінде айтамыз, әрине айтамыз, бірақ ол қатты нәтижелер беріп жатпайды. Сондықтан тағы да айтамын, жаңа балабақшалардан, мектептерден одан бері қарай, жоғары қарай жасауымыз керек. Әке ата-аналар, мына қазір біз құрып жатырмыз ғой. Әкелер, аталар кеңесін құрып жатырмыз. Әжелер кеңесін құрып жатырмыз. Қазір кешегі құрылтайдағы мемлекет басшысының сөзіне орай, жаңа адал адам, әділетті Қазақстан деген сияқты. Міне осылардағы көп жұмыстармен бірге бір жүретін жұмыстың жолы осы болу керек деп есептеймін. Сосын жалпы мына TikTok дейміз, Facebook дейміз, Instagram дейміз. Ол сол жерге әдемілеп тұрып, бұрынғы әжелеріміздің сөзін айтып отырып, сол жерге бір жақсы бір мультипликациялық, анимациялық нелерменен, тілдерменен жеткізсек, балалар да, жастар да түсінеді деп ойлаймын. Ал екіншіден енді мына жаңағы естеріңізде бар шығар, біздің баламыз сәби кезде балабақшада осы мына нан қоқымын шашпаңдар, жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп торғайларға тастаңдар деген өзі осы ысырапшылдықтың бір үндеуі секілді. Біз сол кездегі жаңағы мағлұматымыз есімізге түсіп отыр. Осындай бір біздің ақын жазушыларымызда, мына қазіргі бұрынғы ақын жазушыларымызда өлеңдер бар. Осы мына жастарға, балаларға, сәбилерге үйретіп, үйдегі әрбір тақпақтарды, әрбір мына айтылып жатырған, сосы сіздер айтып отырған сөздер бүгінгі сөзді ертең қайталанбайды. Осының барлығын түгел түсіндіріп, мына жастардың мына жалпы халыққа, қоғамға жеткізіп отырса, ол да бір нұр үстіне нұр болар еді. Мысалы, бұл жерде бұл тек қана біз ойлаймыз, тек қана бір ғана жаңағы имандылық жағынан, мәдениеттілік жағынан емес, бұл жалпы қоғамның қасіреті. Негізі алып қарасақ солай ғой. Ал осы қоғамның қасіреті дегенге келсесіз бе? Әрине келсем. Қоғамның қасіреті. Ал осы жөнінде жаңағы мектепке барғаннан, балабақшадан бастап мектеп жасына дейін, мектеп жасынан жаңа мектеп бітіргенге дейінгі осы аралықтарда балаларды үйрету үшін белгілі бір оқулыққа осындай бір мәселелерді енгізу керек пе? Сіз ұстаз ретінде. Мен сізді қосыламын сізге. Бұл жөнінде әрине әдейі арнайы жаңағы айтылған осы бағытта жұмыс жүргізетін тиісті енді ұйым дейік пе, бастамалар ма ашылып болса, ол
нұр үстіне нұр болар еді. Себебі оны жаңағы айттық қой, жаңағы имандылық деп, мысалы үшін жаңағы ұят деп, осылардың бәрін үйрете отырып, солардың жүрегіне жол тапсақ, ең бірінші жаңағы кішкентай бүлдіршіндерден бастап, солар біздің ертеңгі адал азаматтар ғой жаңа қоғамның. Ендеше оларға жаңа ұйымдар, мынау жалпы жаңа істерді жүзеге асыру үшін жаңа әдістер керек, жаңа тәсілдер керек, жаңа істерді ескі тәсілмен оны жеткізе алмайсың аяғына дейін. Сондықтан бұл бізде қазір бір өзекті өткір мәселе болып тұрғандықтан, бұны жаңа айтқан практикалық жағынан бір ұйымдардың болғаны міндетті түрде. Әрине мен түсінемін, бұның бәрі қаражат, бұның бәрі кадр, бұның бәрі, бірақ онсыз болмайды. Онсыз болмайды. Көріп тұрсыз ба? Сондықтан анау бір қарт жаңағы кетіп баратқан қыз бала ана туфлиінің біздей өкшесіменен нанды лақтырып жіберіп, басып езіп кетіп баратыр ғой. Шал шыдай алмай жаңағы соған әй деп айқайлап, соқыр болып жол қашар деген ғой, жаңа нан басқанды қандай бата беріп қалған ғой, көріп тұрсыз ба? Шыдай алмай, бұрын ескі аға буын өкілі деген сияқты. Сондықтан жастарды біз бұған үйретуіміз керек. Себебі біздің заманымыз жақсы, әрине. Жеткілікті қанша десе де бар. Енді қиындықтар бар ғой, әрине. Бірақ сарапшы мына кітапты да аз оқиды. Кешегі соғыс кезіндегі, не болмаса кешегі ненің уақытындағы, мына жаугершілік замандағы, ана құртты салып жүру, кішкентай талғау жасау үшін, соғыс кезіндегі нанды қатқаннан сақтау, бірнеше әңгімелер көп қой ондай, повестер, әңгімелер, олар қазір кітапты оқуға кішкене сараң. Мынау не бар ғой, смартфонды қарайды, сонымен жүре береді. Сондықтан соған баулу керек. Мына құрылтайда айтылды ғой, жаңағы мемлекет басшымыз айтты, кітап оқу, кітапқа деген жаңа құмарлықты арту, кітап арқылы идеологияны насихаттау, реттеу, осыны қосулар бойынша жұмыс жасау керек деп. Негізі жалпы мына кітаптан көп нәрсені үйренуге болады. Ол кітапты оқып отырып, сол кітаптың ізіменен сол киноны көре алмайсыз. Кітаптағы айтылған нәрсе кинода толықтай көтеріліп, ол жерде импровизация бар, ол жерде жаңағы сценарий бар, ол жерде мына оқып отырған кітабыңызды, мысалы Абай жолын оқып, сіз кинодан Абайдың таза бет бейнесін көре алмайтын да кездер болады, мысалы үшін. Сондықтан мен ойлаймын, бұл кітапты нақтылап оқытып, осы кітаптың бет пердесін осы мына жаңа оқырмандарға ұсынудың да жолдарын ойластыру керек деп ойлаймын. Ал енді Бақтыбек аға, сіз өзіңіз не айтасыз осы соңғы сөзімізде? Енді бұның бәрі не үшін? Енді шынын айтқанда қазір біздің экономика жағында да көп жұмыстар жасалып жатыр ғой. Мысалы өңдеу мәселелері, әлгі неге ысырапқа жібермеу мәселелері, мысалы үшін ауыл шаруашылық өнімдерінде ол тектен тек емес қой. Мысалы тері, ішкі құрылыстар, оның бәрі сол ғой. Яғни айтқанда халықтың әл ауқатын жақсарту, халықтың көңіл күйін жақсарту, жаңа қоғамды құру. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху уассалам айтқан екен, адамдардың жақсысы адамға пайдалысы деп. Ендеше біз еліміз, халқымыз үшін сол жалпы көпшіліктің әр уақытта да солардың жақсылығы үшін, жаңа заманымыз үшін жұмыс жасай беруге міндеттіміз. Ол біздің әрқайсымыздың азаматтық борышымыз деп есептеймін. Рахмет сіздерге, Ақмырза ата, Бақтыбек аға, сіздерге көп рахмет. Келесі осы достық подкастымызда аман есен жүздескенше сау саламатта болайық.